Осылайша 18 жылда еліміздің бас қаласында сәулеті келіскен жүздеген ғимарат ел игілігіне берілді. Шығыс пен батыстың мәдениеті үлестірілген архитектуралық болмысы бөлек түрлі нысандар салынды. Шаһардың ескі бөлігі адам танымастай өзгерсе, Есілдің сол жағалауында мүлдем жаңа қала тұрғызылды. Олай болса, артқа сәл шегініс жасап, елорданың тарихына үңіліп көрелік. Со временем в лице Ахмалы мы получим не только новый общественно-политический, но и второй по значимости после Алматы научный, культурный. Смеются, видишь? Не верю. Көптеген басқа сөздер жазып жатыр, ғалымдар тексеріп жатыр, ұсыныстары телевизор, радиода айтылып жатыр. Мысалға кейбір депутаттар жан салып жатыр, бұл халықтың жағдайын төмендетіп жібереді деп. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары халықтың әл-ауқатын, қазыналық қауқарымызды көтеру қажет болды. Бірақ логистика тұрғысынан, географиялық жағынан алғанда Астананы арқаның төріне көшіру керектігі де уақыт күттірмейтін жоспары болатын. Целиноград осы екі-ақ көшеде 5 қабатты үйлер болды. Басқа жерде бүкіл не болды? Саманнан кірпіш емес, сары балшықтан жасаған үйлер. Сол үлкен ауыл деп айтуға болады. Елбасымыз құрылыс организациялар жай тұрған облыстардан бәрін осында жинап әкелді ғой. Соларға жұмыс берді сразу. Соларға жұмыс беріп, президентский квартал дейді ғой. Сол кішкентай нені соны өзгертуге бастады. Сол бір жылдың ішінде бәрі өзгертіп кетті. Сонда бәрі таң қалды ғой. 1997-98 жылдары Ақмола құрылыс қаласына айналды. Себебі күдік пен күмәнді сейілту үшін нәтиже қажет болатын. 1999 жылы ЮНЕСКО әлем қаласы атағын бергенде, халықтың көкейіндегі сенімсіздік тұманы сейіле бастады. Әуелі әупірімдеп табылған бірді-екілі инвестордың орнына шетелдік құрылыс компаниялары өздері сұранып кезекке тұратын болды. Сол жылдары мұнда 250 құрылыс компаниясы жұмыс істеді. Бюджеттен тыс $400 миллион инвестиция құйылды. Оңтүстік шаһардан 3000-дай мемлекеттік қызметші көшіп келді. Солардың бірі Қайырлы Қаукен. 1997 жылы Әділет министрлігінің бас маманы болған ол, Ақмолаға бірден жерсіну қиын болғанын айтады. Бірақ жолы болатын, ол мына республика даңғылы, ескі оң жағалаудағы, басқа есі дұрыс көше болмайтын ол кезде. Жаңадан құрылыс салды, мысалы, мемлекеттік қызметкерлерге оңтүстік ықшам ауданда үйлер салды. Сол үйлерден біз шыққан кезде жолға жеткенше аяғымызға пакет киіп, әлгі пакетті байлап алып сөйтіп шығатынбыз. Қазіргі қаланың көп көшелерінде бұрынғы там үйлер болған. Қазақта мынадай нақыл сөз бар: 50 жылда ел жана дейді. Бірақ міне біз көзіміз жетіп отыр, 50 жылға жетпей-ақ, кәмелеттік жаста 18 жасқа толып жатқан кезде Астанада еліміздің қандай көркейіп, өзгеріп кеткенін қаламыздың. Елге қылған жақсылық еленбей қалмайды, еңбек еткен ерінбей, кенелмей қалмайды. Демекші, елбасының шұғыл әрі дана шешімінің жемісін халқы көріп отыр. Астана бүгін елордасы, егемен елдің кіндік қаласы, оның жетістігін әлем елдері де мойындады. Әйгілі итальяндық сәулетшінің ұлы Лука Николетти әкесімен 2003 жылы Астанаға халықаралық құрылыс жобалары байқауына қатысуға келгенін есіне алады. Біз келгенде қалада түк болмаған. Одан бері мен талай рет Астанаға келдім. Қазір толықтай өзгерген. Шынымды айтсам, қатты таңырқадым. Бүгінгі елорданың көркіне көз тояды. Халық арасындағы сол жағалау делінетін аймақ жаңадан пайда болды. Төбесі аспанмен таласып, күнмен шағылысқан бәйтеректен бастап, қаптаған сәулетті нысандар Астананың әлем қаласына айналғанының бұлтартпас визуалды айғағы. Елордадағы зәулім ғимараттардың бірі Астана Триумфы. 2006 жылы тұрғызылған нысанның биіктігі 142 метр, 39 қабаттан тұрады. Ол Қазақстандағы бүкіл сәулетті сарайлардан кейін 10-шы орында тұр. Бас қаланың бас жоспарында сәулетімен дуалы алыстан мен мұндалайтын әсем ғимараттар әлде салынатын болады. Ұшарбасы аспанмен таласатын, биіктігі 400 метрге жуық Абу-Даби Плаза ғимаратта салынып жатыр. Әлем көз тіккен экспо көрмесі және бар. Осылайша 18 жыл бұрынғы шағын қала бүгінде әлем көз тіккен алып шаһарға айналды. Ел экономикасы 16 есеге, халықтың тұрмысы 15 есеге жақсарды. Ендеше шаһардың қадамына шүкір, елдің бүтіндігіне тәуба айтамыз. Индира Жылқайдарова, Санжар Жартиев, қорытынды жаңалықтар.